Армысың құрметті көрермен, арнада заң және тәртіп бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айым Бауыржанқызы. Банкроттық жауапкершіліктен қашу емес, қаржылық тұрақтылықты қалпына келтіру құралы. Студиямыздың қонағы қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының құқықтық жұмыс және өндіріп алу бөлімінің бас маманы Асан Қапаров. Қош келдіңіз. Жалпы бізге бастамас бұрын бағдарламаны түсіндіріп өтсеңіз, банкроттық деген не, оның ережелері қандай? Жалпы осы не нәрсеге тоқталып өтсек? Жалпы банкроттық деген ол соттан тыс банкроттық деген бар, және соттық банкроттық деген бар. Қазіргі таңда аталып отырған бізде мемлекеттік кірістер басқармасының құзырында соттан тыс банкроттық рәсімі қаралады. Ол соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану бойынша Қазақстан Республикасының азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы Қазақстан Республикасының заңы бар, 2022 жылғы 30 желтоқсандағы 178 нөмірмен. Жалпы соттан тыс банкроттық рәсімі ол, яғни Қазақстан Республикасының жаңа аталған заңының 5-ші бабында көзделген негіздері бойынша арыз беруге болады. Оның ең бірнеше талаптары бар. Ол яғни республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және арыз берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1600 еселенген мөлшерінен аспайтын міндеттемелердің болуы және болу міндетті. Бұнда айта кететін 1600 айлық есептік көрсеткішпен аспау керек барлық қарыздар. Және де ортақ меншіктегі мүлікті қоса алғанда, яғни әйел мен күйеуінің меншігі және меншік құқығына мүліктің болмауы керек. Және де кредитор алдындағы міндеттемелер бойынша арыз берілген күнге қатарынан 12 ай бойы өтеу болмау керек несие бойынша. Және бұл өтеуді айта кететін болады. Бұл кезде көбісі мысалы арыз берушілер қателесіп жатады. Бұнда бұл өтелмеген күн, ол кредит алған күннен бастап, яғни несие алған күннен бастап, ол өтелмеген күн деп саналмайды. Ол мынау несие алған күн емес, ол мынау несиелік міндеттемелер бойынша соңғы төлем жасалған күннен бастап 12 ай өтелмеу керек. Оны ескеру қажет. Және де бұнда айта кететін жайт, мына атаулы әлеуметтік көмек алатын жеке тұлғаларға, яғни егерде қатарынан 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек алатын болса, онда мынау жаңағы жоғарыда айтылған талаптар қолданылмайды. Бірақ та қолданылмағанда бұл қарыздар тек қана 2025 жылға дейін алынған болу керек. Егер 2023 жылдан кейін алынатын болса, онда яғни кредиторлардың бөлішкерлерінің Қазақстан Республикасы банктер және банктік қызмет туралы заңы немесе микроқаржылық қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес банктің қарыз шарттары немесе микрокредит беру туралы шарттар бойынша орындалған міндеттерді реттеу немесе өндіріп алу жөніндегі рәсімдер жүргізу шарттарына сәйкес келу керек. Яғни рәсімдер жүргізу ол, яғни кредиттің айлық төлемін, яғни сомасын азайту болуы мүмкін, немесе қандай да жеңілдетілген талаптарға сәйкес болу керек. Және де бұнда жаңа мен айта кеткендей тағы да бір сәт бар. Яғни бұл егерде жаңағы несиенің талаптарға міндеттемелерін орындау үшін ең соңғы төленген күннен бастап, егерде 5 жыл бойы несиеге ешқандай төлем жасамаса, яғни банктерге немесе микроқаржылық ұйымдарға, онда жаңағы біз айтқандай мүлкі болса да, немесе жаңағы қандай да бір бағалы қағаздар дейік, машинасы болса да, ол барлығы егер 5 жыл өтетін болса, соңғы төлеген күннен бастап, онда біз жаңағы оны банкрот деп тани бастаймыз. Себебі 5 жыл бойы яғни төлемегендіктен ол төлем қабілеттілігі төмен болып саналады. Және де тағы да бір айта кететін жағдай, мына банкроттық рәсімі басталған кезінде, яғни арыз берген күні біз 15 күн жұмыс ішінде ол арызды қараймыз. Ол арызды біз қанағаттандырамыз, яғни қабылдаймыз. Соттан тыс банкроттық рәсімін жүргізу бойынша, немесе арызды қабылдаудан, өтінішті қабылдаудан бас тартамыз. Бұл себептердің, яғни айтылып өткендей, осы егерде мысалы қазіргі таңда өтініш берушілер, банкроттыққа өтініш берушілер көбіне мысалға
беріп жатады. Біз бірнеше мысалға айталық бір 60-70%-ындай біз арыздық өтінішті қабылдаудан бас тартамыз. Себебі онда берген кезінде жаңа көбісі ойлайды, мен несиені алған күннен бастап, несие алу туралы шарт жасасқан күннен бастап, егер де бір жыл өтетін болса, бізде ол осыған сәйкес келем деп, талаптарға сәйкес келем. Бірақ онда қарайтын болсақ, бізде бірінші кредиттік бюро деген бар, және де мемлекеттік кредит бюро деген бар. Оның біз базасында біз интеграцияланған жаңа тазалау порталында біз жаңа қолданатын арыз өтінішті қарау кезінде. Сол кезде қарағанда сол соңғы төлем жасалған күндері жаңағы бір жылдан кем болып тұрады. Сондықтан біз оның арызды қабылдаудан бас тартамыз. Немесе көбісінің мысалға көбісі ойлайды, егер мен мысалға күйеуі арыз беретін болса, егер күйеуінің атында ешқандай мүлік болмайтын болса, онда беруге болады деп. Қараған кезінде бізде де ол ортақ мүлік болып саналады. Егер некеде болатын болса, күйеуінің емес, әйелінің атында болатын болса, және ол ортақ мүлік болып саналатын болса, біз одан да өтінішті қабылдаудан бас тартамыз. 5 жылдан астам уақыт өтелмеген қарызы бар азаматтарға қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Жеңілдіктер қарастырылған. Осы 2026 жылы жаңағы заңға, яғни азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңға өзгеріс енгізілді. Бұрын біз мысалы төлем мерзімі бір жыл кешіктірген, немесе 5 жыл кешіктірген болса да, біз жаңағы өтініш хатты қабылдағаннан жаңағы банкроттық соттансыз банкроттық рәсімін қолдану 6 ай көлемінде жүргізетін болатын. Осы жылдан бастап өзгеріс енгізілді, яғни 5 жыл көлемінде өтелмеген қарыз бойынша біз тек қана жаңа қаржылық мониторинг деген бар, қаржылық мониторингті жүргізбейді, және де бір ай сол арызды өтінішті қабылдаған күннен бастап бір айдан кейін біз банкрот деп танимыз. Ол жаңағы 5 жыл төлемеген қарыздар бойынша өтелмеген. Жаңағы атаулы көмек алатын азаматтар үшін банкроттық рәсіміне қатысты қандай ерекшеліктер бар? Банкрот атаулы әлеуметтік көмек алатындар, яғни мен айтып кеткен жағдай, ол бізде егер жаңағы еңбек министрлігінің порталында бар, яғни онда барлығы жазылады, сонда біз ашып қараймыз. Ашып қарағанда, егер де 6 ай қатарынан атаулы әлеуметтік көмек алатын болса, және де мынау қарызы несие алған мерзімі, яғни 2025 жылдан бұрын болса, онда біз, яғни бір жыл толмаса да, яғни өтелмеу бойынша міндеттемелердің өтелмеуі, орындалмауы, біз банкроттық танимыз. Банкроттыққа өтініш бермес бұрын банктермен немесе микроқаржы ұйымдармен міндетті түрде келіссөз жүргізу қажет пе? Бұрынғы мынау 2024 жыл ма, сонда ол болатын, егер банкроттыққа беру бойынша олар хабарландыру керек болатын. Қазіргі таңда ол талап алынып тасталды. Жаңағы оларды хабарландыру міндет емес. Тек қана егов порталы арқылы арыз берсе болды. Ол қазір хабарландыру міндетті болып табылмайды. Енді негізі банкроттыққа берген кезде өтініштерді егов арқылы береді ғой, портал арқылы. Осы тұрғыда азаматтар қандай қателіктер жібереді? Ең басты қателіктер, мысалы бізде 2-3 жағдай болды, біз бас тартқан болатынбыз. Ол мысалы егов порталында жібергенде, жаңағы бұнда барлығы, мысалы персональный данный дейді ғой. Соны қарағанда, ол мысалға өтініш беруші өзінің ғана деректемелерін көрсетеді, жаңағы береді. Бұнда өтініш берген кезде, әйелінің де деректемелерін, немесе әйелі беретін болса, күйеуінің де деректемелерін қою керек. Себебі жаңағы тазалау порталында өтінішті қараған кезде, онда бізде сәйкессіздік табылады. Ол жерде сәйкессіздік тұрады. Мына тұлға мынанша жылы еке қиылған, жаңағы екедегі тұлға. Сондықтан, мысалы, екінші жартысының, яғни әйелінің немесе күйеуінің деректері жоқ. Себебі біз әйелі мен күйеуінің деректерін қарауымыз керек. Себебі ол жаңағы некеде болғандықтан ол ортақ
мүлкі болуы мүмкін. Сондықтан сондай біз мысалы 2-3 арызды бас тартқан болатынбыз қабылдаудан. Яғни бұл ең негізгі себептердің бірі? Ең негізгі себептері сол болып табылады. Және де екінші себебі ол мысалы көбінде бізде мынау бірінші кредиттік бюро және мемлекеттік кредиттік бюроларда жаңағы банктердің деректемелері сақталады, яғни төлеу мерзімі, жаңағы соңғы төлеу қашан алды жаңағы несиені. Сол кезде кейбіреулерінде мысалға талапқа сәйкес келмейді, мысалы дұрыс көрсетілмейді. Сондықтан мен мынау өтініш берушілерге айтатындай хабарландыру, мынау өтініш берместен бұрын жаңағы бірінші кредиттік бюро немесе мемлекеттік кредиттік бюро порталына кіріп, өздеріңіздің мынау несиелеріңіздегі өтелмеген күнді қарап алыңыздар. Егер де ол дұрыс көрсетілмеген болса, онда жаңағы сол жаңағы бюроларға хабарласып, дұрыс ақпаратты көрсетуін сұраңыздар. Себебі болып тұрады бізде мысалға бір мысалы міндеттеме, енді айтайық, бір банкте мысалға қараймыз, жаңағы көп жерлерде мысалы көрсетіліп тұрады, жаңағы төлемеу мерзімі 0 күн деп. Онда енді біз оны қабылдай алмаймыз, себебі төлеу мерзімі 0 күн болып тұрғасын. Біз оны барлығын қараймыз. Ол жаңағы бірінші кредиттік бюро мен мемлекеттік кредиттік бюро қандай бізге ақпарат береді, сол ақпарат бойынша біз жаңағы арызды қараймыз. Сондықтан сол бермес бұрын сол жаңағы төлеу мерзімі бойынша сіздер бірінші сол қарап дұрыстап алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы банктер немесе микроқаржы ұйымдары ұсынылған мәліметтерде қателік анықталса, азаматтар қандай жаңағы әрекет жасау керек? Егер қателік анықталса, бізде мынау өтінішті қарар кезінде бізде 15 жұмыс күні дедім ғой. 15 жұмыс күннің 10 жұмыс күні кезінде біз алдын ала бас тарту деген бар, шешім қабылдаймыз. Ол алдын ала бас тарту дегеніміз, яғни бізде қандай да бір сәйкессіздік, жаңағы талаптарға сәйкессіздік болатын болса, біз жаңағы соны сәйкессіздікті жазып береміз. Ол жаңағы азаматтарға SMS ретінде келеді, міне сізге алдын ала бас тартылды өтінішіңізге қарастырудан. Онда мынандай сәйкессіздіктер табылды. Егер де жаңағы мен айтқандай банктерде көрсетілген мәліметтерде қателік болатын болса, онда сол 3 жұмыс күні ішінде банктерге хабарласып, олар анықтама алуға болады. Жаңағы нақты өзінің жаңағы төлеме мерзімі, яғни 1 жылдан асатын болса, онда соны бізге өтініш арқылы, портал арқылы берсе, немесе бізге сол мемлекеттік кірістер басқармасына келіп сол анықтаманы беретін болса, біз жаңағы алдын ала бас тартудан жаңағы өтінішті қабылдау туралы шешім шығарамыз. Сосын банкроттық туралы рәсім жүргізілетін болады. Банкроттық рәсім басталғаннан кейін мемлекеттік кірістер органдары қандай бақылау жүргізеді? Жаңағы мен айттым ғой, жаңағы өтініш қабылданған күннен бастап бізде мемлекеттік кірістер орын құзыретті орган болып саналатын, ол мемлекеттік кірістер департаменті, яғни облыстық деңгейде 6 ай бойы, яғни бізде арнайы басқарма бар, сонда 6 ай бойы қаржылық мониторинг жүргізеді. Ол қаржылық мониторингтің мерзімі, ол мынау өтінішті берген күнге дейінгі 3 жыл мерзімінде, яғни ол қаржылық мониторинг болса, ол жаңағы несиені төлеуден жалтару фактылары болуы мүмкін, немесе қасақана сол банкроттыққа беру болады. Соның барлығын, мысалға, ол қасақана жалтару деген ол қалай болады? Егер де мысалға жаңағы өтініш берушінің үйі болатын болса, жаңағы несие берді, ол кісі мысалға сол несиелік міндеттемелері бола тұра, егер ол үйді мысалы сатып жерді делік, сатып жерді, содан кейін ол жаңағы несиені мысалға ол сатқаннан кейін ол кісінің мысалға қаржылық жағдай жақсарады ғой, мысалы қаржысы болады. Онда мысалы ең болмаса толық емес, ішінара мысалға қандай да бір төлем жасауға ол жағдай болады. Егер де сондай жағдайлар болатын болса, бізде сол 6 айдың ішінде егер сондай фактілер анықталатын болса, ол мемлекеттік кірістер департаменті бізге қорытынды жасайды. Қорытынды жасағаннан кейін біз жаңағы соттан тыс банкроттық рәсімін тоқтатамыз. Тоқтатып,
жаңағы тоқтатылады. Сол банкроттық рәсімі жүргізілмейтін болады. Яғни берілген арызы өтініші бас тартылады. Қандай жағдайларда банкроттық рәсімі тоқталуы мүмкін және банкрот деп танылған азаматқа қандай шектеулер қойылады? Банкроттық рәсімі тоқталуы, яғни жаңағы мен айттым ғой, егер де жалтару факторлары анықталатын болса, және оны банкроттық рәсімін тоқтатуға біз міндетті боламыз. Және де банкроттық танылған болатын болса, кейбір азаматтар, соны айта кетейік, қателіктер болады, немесе дұрыс түсінбеуі мүмкін. Бұнда банкроттық танылған күннен бастап, яғни тағы да 3 жыл мерзімінде бізде тағы да қаржылық мониторинг жүргізіледі. Қаржылық мониторинг неге жүргізіледі? Бізде жаңа аталған фактылар, Қазақстан бойынша фактылар бар, немесе Рудный қаласы бойынша фактылар бар. Ол мысалға біз банкроттық танимыз, жаңағы кредиттің бәрін жоямыз, несиелерінің барлығын, міндеттемелері жойылады. Содан кейін мысалға кейбір тұлғалар мысалға көлік алып жатады, немесе тағы да тіркеуге жататын мүлік алып жатады. Оның алғаннан кейін біз, егер де сондай фактылар анықталатын болса, мемлекеттік кірістер департаменті сол алу фактісі бойынша қорытынды жасайды, жаңағы мысалға, және де оны кредиторларға жібереді, хабарлама жасайды. Міне мынандай тұлға мынанша жылы мысалы автокөлік алды мынанша сомаға, немесе мысалға басқа да тіркеуге жататын мүлік алды. Соны хабарлама жібергеннен кейін жаңағы банктер немесе микроқаржылық ұйымдар оларға өзі міндеттемей, енді оларға құқық беріледі. Олардың мүмкіндіктері бар. Сот арқылы жаңағы банкрот деп танылған тұлғаның жаңағы банкроттық туралы шешімін жоққа шығару, яғни қайтадан өз күйіне келтіру, яғни кредиттік міндеттемелер қайта міндеттеу болып саналады. Ондай сот процестері де болып жатыр. Жаңағы оны міндетті түрде емес, біз қорытынды жасаймыз да, оны біз хабарландырамыз. Ол жаңағы сотқа жүгінуге құқылы, жүгінулері де мүмкін, немесе жүгінбеулері де мүмкін. Себебі онда айта кететін жағдай мұнда мысалға кейбір жағдайларда болып жатады. Мысалы несиелік міндеттемелері айталық миллион теңге алған бірнеше банктерден. Ал аталған сатып алған заты мысалы 100 мың теңге, 200 мың теңге. Ол мысалға егер де жаңағы банкроттық деп тану туралы шешімді жоққа шығарғанның өзінде де ол 200 мың теңгемен мысалға 5-1% ғана өтеп отырады. Сондықтан біз ол құқықты біз микроқаржылық ұйымдар мен банктерге береміз. Біз тек қана қорытынды жасап хабарландырамыз. Осындай жағдай орын алды. Міне банкрот танылғаннан кейін, яғни тіркеуге жататын мүлік алды деп сатып алды. Жалпы тұрғындар арасында банкроттықты қарыздан құтылудың оңай жолы деп қабылдайтындар бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Оңай жол дегенде біз жаңағы айтып кеткендей, банкротқа берген өтінішті біз 15 жұмыс күні ішінде қараймыз. Ол кезде бізде барлық мемлекеттік органдардың жаңағы порталдары бар ғой. Еңбек министрлігі бар, мысалға ішкі істер министрлігі бар, жаңағы машина алу туралы фактісі, және де қаржы министрлігінен бар, мысалға жаңағы мүлікті тіркеу бойынша жаңағы дейді ғой бізде, арқылы. Соның барлығын біз қарастырамыз. Жаңағы егер де оның барлық талаптары орындалып, ешқандай жалтару болмайтын болса, яғни ол мен ойламаймын, ол оңай жол деп. Себебі бұнда көп жағдайларда мысалға болып тұрады. Бізде қазіргі таңда тұлғалар өзінің күнделікті міндеттемелерін қанағаттандыру бойынша несиені мысалға бізде көп жағдайларда микроқаржылық ұйымдардан несие алу болады. Мысалға оның көлемі мысалға 100 мыңға дейінгі қаржылар мысалға көп көлемде мысалы бізде кездесіп отырады. 30-20 несие алған банктерден енді олай көп алынбайды, себебі банктер миллионнан жоғары кредит беріп отырады ғой. Мысалы микроқаржылық ұйымдардан солай, мысалға мен ойлаймын, тұлғалар енді
былай несиені алғанның кезінде микроқаржылық ұйымдар ол көзге көрінбейді. Мысалы отырғанда, яғни күнделікті қажеттіліктерін, яғни телефон сатып алу дейміз ба, немесе теледидар сатып алу, немесе басқа да мысалы өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша, яғни сол жиналып қалады. Ал бізде қазіргі таңда мысалы болады, бір отбасыда бір адам жұмыс жасайды. Сондықтан өзі қанағаттандыра алмауы мүмкін, яғни өтеуді, міндеттемелерін орындауды. Сондықтан сол беру бойынша. Ал енді жалтару фактісі бойынша біз ондай жағдай әлі анықталған жоқ. Жаңағы айтып өттік қой басында, банкроттық ол жауапкершіліктен қашу емес, ол қаржылық тұрақтылығын қалпына келтірудің соңғы құралы ретінде қалыптастыру қажет. Иә, сол келісем, себебі жалтару емес. Яғни болып қалады, мен айтып отырмын ғой, сол мысалы аз-аздан алғаннан кейін ол мысалы қомақты сомаға шығып кетеді ғой. Қазіргі таңда мен білуім бойынша қазіргі таңда мысалы өзгерістер енгізіп отыр, банктік несие беру мысалы талаптарына сәйкес. Бұнда қазіргі таңда тұлғаларға, яғни 1-шілдеден бастап, қателеспесем, өзінің қаржылық жағдайына байланысты несие беріліп отырады. Онда енді біз ойлаймыз, енді қаржылық қабілеттіліктері дұрысталып қалады деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда мысалға көбісі микроқаржылық ұйымдарда мысалға жаңағы айтып отырмын ғой, ұсақ қарыздардан бергеннің себебі ол жиналып қалады қарыздар. Сондықтан солай. Сұхбатымызды қорытындылай келе, жалпы көретін көрермендерге, тұрғындарға қаржылық қиындыққа тап болған кезде банкроттыққа берілмей бұрын қандай кеңес берер едіңіз ең бастысы? Банкроттыққа берілмей тұрын енді мысалға көп жағдайларда, яғни айтатын кетелік, мысалға жаңа 100 мыңға дейінгі қарыздар болатын болса, несиелер, яғни оны енді кішкене өтеуге болады. Себебі мен айтпаймын, оны бермеу керек, яғни беру керек, ол әр жағдай әртүрлі ғой. Әр жерде жеке түрде қарауға тиісті. Ол банкроттыққа беру кезінде ол жаңағы мен кеңес беретінім, яғни бұның барлығын кішкене арыз өтініш бергенде де жаңа жағдайды анықтап алған дұрыс. Себебі ол мысалы сіздер мысалы кейбір тұлғалар мысалы алды бере салады өтінішті бере салады. Өтінішті қарар кезінде мысалға оның мүлкі табылады, жаңағы тіркелген. Немесе қазіргі таңда көп жағдайлар тіркелетін, мысалға кеңес үкіметі құлаған кезінде, яғни онда 90-шы жылдары, егер қателеспесем, бізде биржалық ноталар деген болды ғой. Солар кейбір мысалы тұлғалар ол білмейді. Себебі ол кезде әр адамға сондай биржалық ноталар, бағалы қағаздар бере бастады ғой. Соларды мысалға анықтап көріңіздер. Ол бар ма, жоқ па? Және де мысалға ең осы маңызды сәт ол, яғни мынау өтемеу мерзімі бойынша, жаңағы төлеуден несиені төлеуден кешіктірілген күндерді анықтап алыңыздар. Себебі ол көп уақыт алып отырады, және де бізге көп мысалы өтініштерді бас тартуға әкеп соғып отырады. Рахмет сізге алтын уақытыңызды бөліп, осы маңызды тақырыпты талқылауымыз үшін. Біздің көрермендерге қызықты болады деп ойлаймыз. Рахмет.